Алдағы уақытта еңбек өтілі жоқ жандар қандай зейнетақыға үміт артпақ? Олар қанша мөлшерде зейнетақы алатын болады? Аз ба көп пе? Еңбек өтілі қалай есептелмек? Стажы жоқтар зейнетақысы көбейе ме? Тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық жастағы зейнеткерлер базалық зейнетақыға сене алады. Қазақстандықтардың зейнетақысы ортақ және базалық бөліктерге бөлінеді. Біріншісі 1998 жылға дейін еңбек өтілі барлар есебінен жалпы төлемнің 2/3-ін құрайды. 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда 2,4 миллионға жуық зейнеткер бар. Олар